Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Көп уақытқа жоғалып кеттім, айып етпеңіздер. Бүгін дәл осындай әдемі жүзік дайындайтын боламыз. Менен жиі видео шығуды асыға күтсеңіз, ендеше менің каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Олай болса, ісімізге сәттілік. Бізге қажетті заттар. Бізге қажет 3 зат бар. Біріншісі қайшы, екінші қыл, үшінші міндетті түрде бисерлер керек. Яғни 4 түсті бисер керек. Сіздерге көрсетіліп тұрған 3 түсті өте көп қажет жоқ, аздап кәне алсаңыз жеткілікті. Және де бұл түстер өз қалауларыңыз бойынша. Бізге ең көп кететін ол бізде ақ түс. Бұны мен ақ түс қып таңдадым. Өзіңіздің таңдауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Барынша ашық түстерді қолдансаңыздар. Жұмысымызды бастасақ, ең бірінші қылымызды алып, қажет мөлшерінде қиып аламыз. Жүзік екен деп өте қысқа қыл алып алмаңыздар. Бізге шамамен 40-50 сантиметрдей ұзындықтағы қыл қажет болады. Енді екі ұшын аламыз. Біз ең бірінші ақ бисермен жұмыс жасаймыз. Ақ бисер өте көп кетеді, ал қалған 3 бисерді соңына қарай істететін боламыз. Қылымыздың бір жақ ұшына ақ бисерден біреу алып, қылдың екінші ұшын соған қарама-қарсы өткіземіз. Сосын екі ұшын біріктіріп, жаңаға ақ бисерімізді тең ортасына қарай тартамыз. Мінекей дәл осылай орналасуы керек. Енді қылымыздың жаңағы бірінші жақ ұшын алып, бір бисер өткізіп аламыз. Сосын қылдың екінші жақ ұшын алып, тағы да бір бисерді өткізіп аламыз. Сол екінші ұшынан тағы да бір ақ түсті бисер алып, қылдың бірінші ұшын қарама-қарсы керісінше тағы да өткізіп, ары қарай екі жақ ұшынан ұстаймыз да тартамыз. Бізде дәл осындай шығуы қажет. Енді дәл осылай қайталаймыз. Қылдың екі жақ ұшына бір-бір бисерден өткізіп алып, үшінші бисерді қарама-қарсы өткізіп, қылды тартамыз. Дәл осылай біз ұзын мөлшерде жасау керекпіз. Мінекей, дәл осы сияқты ұзартып жасай беруіміз қажет. Яғни, әркім өзінің қолының размеріне, яғни өлшеміне байланысты жасауы керек. Тура өлшемі емес, бізге одан сәл асыңқырау керек. Оны видеоның алдағы барысында көре жатасыздар. Мінекей, мынандай ұзындық бізге жарамайды. Дәл осындай ұзынырағы бізге тиімдірек болады. Ендігі видео қаралымға мұқият қарасаңыздар, назар аударсаңыздар. Себебі бұл жерде мен қылдарды әрбір бисердің арасынан өткіземін. Яғни мен жаңағы тұрған әртүрлі түсті бисерлерді өткізу үшін қылдарды белгілі бір бисерге қарай апару керекпін. Ол үшін әрбір бисердің ортасынан қылды өткіземін. Толығымен қарасаңыздар.
Мінекей, өткізіп болдық. Ендеше әртүрлі түстерімізге кірісейік. Менде 3 түрлі түс бар. Мен ортадағы сарғыш түсті қолданғым кеп тұр ең бірінші. Ал сәбіз түсті ортаға қолданғым кеп тұр, себебі ол қою көрініп тұр. Енді жаңағы ортадағы сары түсті бисерімді алып, қылдың екінші жақ ұшын керісінше өткізіп, екі жақ ұшынан тартамын. Енді оң жақтағы қылдың ұшына ақ түсті бисерден біреу өткізіп алып, екінші жақ ұшын тура сондай бағытта өткіземін. Қарама-қарсы емес, тура сондай бағытта. Енді оң жағындағы қылға 3 түсті сары бисер өткізіп алып, астындағы сары түсті бисерден өткіземіз қылымызды. Сосын тағы да 3 сары түсті бисер алып, үстіндегі сары түсті бисерден өткіземіз. Мінекей, дәл осындай сары гүліміз дайын болады. Жүзігіміздің екінші жақ ұшын әкеліп қосамыз. Ол үшін ақ түсті бисерден 5 қалдырып, 6-шы бисерден өткіземіз. Тағы да әрбір бисердің ортасынан өткізіп, керекті жерімізге қылымызды жеткізіп аламыз.
қараңыздар. Біз және сары бисерді мына ақтан өткіздік, и ортадан бір ақ бисер қалдырамыз, және ортада бір ақ бисер қалғаннан кейін үшіншісінен тағы да келесі бисерді өткіземіз. Енді сәбіз түсті бисерімізді гүл жасап дізіп шығамыз. Бұл жерде де тура солай, бір ақ түсті бисер қалдырып, келесіне өткіземіз. Мінекей жүзігіміз дайын болды. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып, және лүпілдеріңізді баса кетіңіздер.